Сәлем досым. Білем, қазір саған оңай соғып жүрген жоқ. Және жан жағыңда айтылып жатқан сөздердің сен үшін ешқандай құндылығы жоқ. Ол сөздер сенің жаныңа медеу болмайтында айдан анық. Мықты бол, бәрі жақсы болады деген сөздер әдетте көңіл күйіңді одан сайын сүреді. Ол сөздерден соң жеңілдеудің орнына керісінше кері қарай құрдымға кеткенде күй кешесің. Білесің бе, мен сені қатты құшақтап бауырыма басар едім. Сағаттың тіліне, арамыздағы ара қашықтыққа да қарамастан, сені ыстық құшағымда жібермей ұзақ ұстап тұрар едім. Санаңда өмір деген арпалыс, шеті, шегі жоқ азап деп ойлайтынды түсінем. Өмірді бұдан басқа жарқын картинада елестете алмайтынды да білем. Сен шымаған, әр адамның өмірінде қанатын қомдап, биікке самғайтында, төменге қолдырайтында кезеңдер болады. Бұған сену қиын әрине, бірақ мұның бәрі бір күні аяқталады. Бір күні таңертеңсін күн нұрына шомылып оянасың. Сол кезде қайтадан өмір сүргің кеп кетеді. Сен кішкентай бала ұқсап кез келген нәрсеге қуанатын да боласың. Арайлап атқан әрбір ақтанға қуанатын боласың. Білесің бе? Өмірді бағалауды үйрену үшін жол таппайтындай қараңғы қапасқа қамалу керек шығар. Бәлкім, менің сөзім өміріңді жеңілдетпейтін де шығар. Бірақ сенен өтініп сұраймын. Алдыңда жарқын күндер күтіп тұрғанына сенші. Қандай жағдай болса да, салың суға кетпесін. Ешқашан еңсеңді түсірме. Осы кезең сенің өміріңе бостан босқа берілген жоқ. Бірнеше жылдан соң сен бұл жағдайды есіңе алғанда жүзіңе күлкі үйіріледі. Сол кезде сен тура осы сәттен бастап өміріңе көптеген жағымды өзгерістер енгенде түсінесің. Қазір көңіліңе ұялаған мұңға ерік берсең де болады. Бұл әдеттегіше қалыпты құбылыс. Өлең немесе музыка шығарсаң да болады. Тура осы сәтте жаныңды жегідей жеген мұңды жырғып жазып, жаныңның жарасын емдеп, жүрегінің үніне құлақ түрсең де болады. Толқындай тулаған асау көңіліңді әнмен сейілтсең, сәл ғана сергіп қаласың. Жылы көрпеге бүркеніп ап, көз жасынды көлдетсең де өз еркің. Көңілің қаламаса, ешкіммен де сөйлеспей қой. Өмір деген қара түнек сияқты. Бірақ жүрегіңнің түбіндегі сенім оты сөнбеген қалаймын. Ол тура қазіргі кезең сені өзіңнің ең керемет болмысыңа жеткізетін алтын көпір екенін сездіретін сенім. Ертең бақытты болу үшін тура қазіргі сәтте өмір сынағынан өтіп жатқаныңды біл. Сен өз-өзіңе сенгің келмесе, сенбей-ақ қой. Бірақ мен саған сенем. Және де сенен өтініп сұраймын. Бірнеше жыл өткен соң сен осы сәтті күлімдеп есіңе алатынды ешқашан есіңнен шығарма.